Саламатсыздар ма, құрметті достар. Вас приветствует администрация Шокан Валиханов атындағы мектеп. Буквально недавно мы говорили о том, каким может быть дистанционное образование в школе, каким оно должно быть и каким оно будет в нашей школе имени Шокана Валиханова. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Об этом наш сегодняшний промо-ролик. Так, балалар, бізде қазір мынандай тапсырма. Алгебра, геометрия, физика және химия 4 пән бар. Осы 4 пәннен құралған сабақ кестесін құрау керекпіз. Сабақ кестесін құраудың неше тәсілі бар? Мұхаммед Али, есеп шығарып көрсетіп жіберсең. Дұрыс. Себебі бірінші яшыққа біз 4 жазамыз, 4 пәннің біреуін таңдаймыз. Екінші яшыққа біз 3 жазамыз, себебі қалған 3 пәннің біреуін таңдаймыз. Келесі яшыққа 2 деп жазамыз, себебі қалған 2 пәннің біз 2-ін таңдаймыз. Ең соңында 1 пән қалады, біз 1-ді жазамыз. Нәтижесінде мына яшықтағы сандарды көбейтіп шығамыз, сол кезде бізде 24 деген жауап шығады. Повторяем. Ага, Айлин, громче. Еще раз. Шырқыраған көлдің бет-ауя, көгеріп көрінеді япырақ, алыс шет-ауя. Like biodiesel, for example, you can use biodiesel inside a plane. Or we also have the startup of the Uber, the taxi system. It also will provide us with some taxes. We got, that's good, okay. We just short for time, so we're just, right? So, sustainability, and now each one of you have your name, and you write under your name, your associations. So let's go. Okay, that's great. So, very good work. We'll proceed. We'll go on to the next stage. Қазіргі танысатын аспаптарыңыз жылан мойын қоңырау деп аталады. Дыбысын тамашалаңыздар. Тұяқ тас, соның ішінде тай тұяқ дейтін мынау жас, тайдың тұяғынан жасалған. Қазір домбыраның үнімен танысыңыздар. Домбырада отырғанда еркін сол аяқтың үстіне оң аяқты қойып, домбыраның басы иықтан жоғары көтерілуі керек. Здравствуйте, уважаемые ученики! Меня зовут Азат Муратович. Я являюсь учителем хореографии. Сегодня я вам расскажу в целом немного о хореографии. То, что вы сейчас видите, это казах вальса, наследие казахского танца. Первым основоположником и постановщиком казах вальса является Шара Жиенкулова. Как постановщик она в этом танце показала всю нежность и красоту казахских девушек. В любом другом предмете есть свои каноны и законы. В этом танце обязательно это грациозность, осанка, рисунки, позиции рук и ног. Спасибо за внимание. Okay guys, so in the programming part of the lesson, we're going to try something new. If you go to playground, yeah, that's good. They call these castles, but anyway, we're supposed to crash them. We're supposed to hit them somehow off of the edge of the table. But I'm using the velocity, 200% velocity, 100% velocity, but my robot isn't falling.